Түркістан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес шеңберінде тұрақты түрде жедел профилактикалық іс-шараларды жүргізуде. Мәселен, жедел уәкілдер трамадол психотроптық заттардың қатарына қосылмаған кезде, яғни жыл басынан бері 7 сәуірге дейін аралықта 7 дерек анықтап, 2590 дәрі-дәрмек таблеткасы тәркіледі. Құқық бұзушылар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабы фармацевтикалық қызмет ережелерін және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналым саласын бұзу бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал ағымдағы жылдың 7 сәуірінен бастап үкіметтің қаулысымен трамадол препараты психотроптық заттардың қатарына енгізіліп, полицейлер 32 қылмыс тіркеді. Барлығы 1342 таблетка мен 20 капсула тәркіледі. Сараптама қорытындысының нәтижелері бойынша сотқа 8 қылмыстық іс жіберілді. Ал қалған 24 қылмыстық іс бойынша күдіктілерге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Қазіргі уақытта трамадол психотроптық заттың заңсыз айналымы саласындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жұмыстары жалғасуда.